Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Менің каналымда әртүрлі видеолар таба аласыздар. Бүгін бізде Шардара қаласында болған құрдасымыздың, жолдасымның, кластасының балаларының сүндет тойы және анасының 63 жас тойы. Соған барып қайттық. Жетісай мен Шардараның арасы бір жарым сағаттық жол. Жұмыстан кейін шығып, салонға әрленіп, сәнденіп, осылай барып қайттық. Бір өзімді ыңғайсыз сезініп қалдым енді осы тойда, потому что мен ғана енді боянып сөйтіп барған екенмін. Негізі сіздер тойға былайша бара саласыздар ма, әлде боянып кішкене салонға барып барасыздар ма, соны айта кетсеңіздер. Той өте күшті өтті, прям кең болып. Бізде қызықтық. Биылғы жылы 2024 жылы біз үшін той жылы болып жатыр. Осындай сүндет той. Бізде баламызға, апамызға осындай сүндет той, 63 жас тойын істегіміз келіп отыр. Лично мен өзімнің солай істегім келіп отыр. Құдай қаласа, ол тойды да салатын боламын істеп жатсақ. Негізі мен тойларды онша ұната бермеймін, өйткені жөнді билей алмаймын деп ыңғайсызданамын. Жас емеспін, кәрі емеспін деген сияқты сезініп, сонымен осылай жүрдік. Тойда біздің кластасымыз видео осы роликті түсірді. Мен ашта көріп тұрсаңыздар билеп тұрмын. Осылай күшті болды. Сіздерде қандай қызықты тойлар бар? Мен өзім енді осы үлкен возрастқа көшкелі осындай тойларға барып жатырмын. Сразу күйеуімнің, класстарының, бала шағасының сүндет тойы, сондайларға барып жатырмыз. Мына жерде құрдас келіншектер бізде барлығымыз фотоға түсейік деп жатқан түріміз. Той осылай күшті өтті.